Осы курстағы программалық есептерді шығару жүйесімен танысу мақсатында келесі есепті шығарып көрейік. Есептің аты 3 санның қосындысы. Яғни біз 3 санды қабылдап, олардың қосындысын экранға шығаратын программа жазуымыз керек. Сонымен қатар сандардың берілу үлгісіне назар аударайық. Әрбір сан жаңа жолда беріледі. Үлгіге қарасақ, 1, 2, 3 сандары жеке-жеке жолда берілген, және де жауап 6 болу қажет. Бұл бүтін сандар. Видеоны тоқтатып, шешімін өз бетіңізше жазып көріңіз. Ондай болса, есептің шешімін жазайын. Біріншіден, мен жаңа жолдан 3 санды 3 айнымалыға input функциясы арқылы қабылдауым керек. Сонымен қатар мен енгізілген ақпаратты бүтін типті санға ауыстыру үшін жеке-жеке int функциясында қолданамын. Ал ақпаратты шығару print функциясының жақша орталарына 3 айнымалының қосындысын жазамыз. Осындағы run батырмасы арқылы кодты жүргізіп көруге болады. Жауап дұрыс. Басқа сандарды енгізіп көрейік. Яғни 4, 5 және 1 сандарын енгізетін болсақ, жауап 10 болуы қажет. Егер код дұрыс болса, жүйеде жасырылған басқа тесттердің тексеру үшін келесі батырманы басыңыз. Егер де сіз мынау жасыл белгішені көріп тұрсаңыз, сіздің шешіміңіз дұрыс. Яғни сіз келесі есепті шығара берсеңіз болады. Сәттілік.